Әлем күн сайын өзгеріп жатыр. Оған қоса келер ұрпақтың өмір сүру сапасын айқындайтын технологиялар да дамып келеді. Дәл осы себепті халықаралық жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалар орталығы экология саласындағы идеяларды іске асыруға атсалысып жүр. Бүгінде орталық тұрақты даму саласындағы сараптаманы біріктіріп қана қоймай, елімізді экологиялық жаңғыртудың практикалық тетіктерін де жүзеге асырып келеді. Осы мақсатқа жету үшін орталық негізгі екі бағытта жұмыс істейді. Біздің басты миссиямыз ауқымды экологиялық жобаларды енгізу, іске асыру және сарапшылық қолдау көрсету арқылы Қазақстан Республикасының тұрақты дамуын жеделдету. Біріншісі, ең үздік қолжетімді технологияларды енгізу. Бұл кәсіпорындарға заманауи экологиялық шешімдерді енгізуге, қоршаған ортаға тигізетін әсерді азайтуға және қазіргі экологиялық стандарттарға сай болуға көмектеседі. Екіншісі, жасыл технологияларды дамыту, инновациялық жобалар мен стартаптарды қолдау, жасыл технологиялар қатарын дамыту және жасыл таксономия тетіктерін іске асыру. 2026 жылы Қазақстан алғаш рет өңірлік экологиялық саммит пен РЭС 2026 экспо көрмесін ұйымдастырды. Орталық осы халықаралық іс-шараны ұйымдастыруға да белсене атсалысты. Бұл көрме саммит аясындағы саяси шешімдер мен практикалық кеңістікке ауысқан тәжірибе алаңы болды. Оған әлемнің 30 елінен келген компаниялар қатысып, өздерінің жасыл технологияларын, тұрақты шешімдерін, сондай-ақ экология саласындағы жетістіктерін ұсынды. Саммиттің қорытындысында маңызды екі шешім қабылданды. Соның бірі Орталық Азиядағы жасыл акселерация орталығын, екіншісі Орталық Азиядағы ең үздік қолжетімді техникалар бюросын құру. Олар аймақ елдерінің ынтымақтастығы мен жасыл технологияларды дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер ашпақ. Орталықтың негізгі жұмыстарының бірі отандық жасыл технологияны жетілдіру. Реестрдің көмегімен идеяны ауқымды жобаға айналдырып, жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар департаменті жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалар реестрін жетілдірумен айналысады. Бұл реестр отандық ғылыми стартаптар мен инновациялық идеяларды бизнес пен үкіметпен байланыстыратын алаң. Бүгінде орталық экологиялық жобаларды жүзеге асыру үшін жаңа мүмкіндіктер сыйлай отырып, қазақстандық стартаптар мен халықаралық компаниялар арасында алтын көпір болып отыр. Біздің жоспарымыз халықаралық ынтымақтастықты дамыту. Бірінші кезекте бұл GCIP бағдарламасын жалғастыру. Біздің орталықтың Азия нарығына шығу ниеті де бар. Бірақ халықаралық ынтымақтастық бұл тек бағдарламалар мен келісімшарттар ғана емес. Бұл қазірдің өзінде Қазақстанда жұмыс істеп жатқан халықаралық серіктес ұйымдар. Орталықтың арқасында біз Қазақстандағы жұмысымызды жедел бастап кеттік. Біздің ынтымақтастығымыз бұл кешенді стратегиялық серіктестік. Орталықтың қолдауымен біз жергілікті мемлекеттік органдармен, экология министрлігімен және басқа да ұйымдармен сенімді қарым-қатынас орната алдық. Қазір біз ауа сапасы мен өндіріс қалдықтарын бақылау бойынша пилоттық жобаны бірлесіп жүзеге асырып жатырмыз. Бұлай жұмыла жұмыс істеп жатқанымыз үшін өте қуаныштымыз және келешекте тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл орталық Азияда жақсы нәтижелер көрсете аламыз деген үміттеміз. Дегенмен жетілген технологияның өзіне қолдау қажет. Сол себепті орталық стартаптың халықаралық аренаға шығуына көмек көрсететін GCIP Қазақстан бағдарламасын іске қосқан. Бағдарлама қатысушылар арасында үлкен қолдау тапты. Іске асырылған барлық кезеңде соңғы 3 жыл бойы біз акселерация бағдарламасының 3 циклін өткіздік. 600-ден астам өтінім келіп түсті. Жобаға 150-ден астам стартап қатысты. Акселерациядан өтіп, биік белестерді бағындырып жүрген осындай стартаптардың бірі Мурат Бетон Technology. Біздің технология өндіріс қалдықтары мен күкіртті қайта өңдеп, инновациялық құрылыс материалдарын жасауға мүмкіндік береді. Осындай қолдаудың арқасында біз GCIP Қазақстан 2024 ұлттық кезеңінің жеңімпазы атандық.
Біз халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы ұйымдастырған акселераторға қатыстық. Қазақстандағы үздік 3 жобаның қатарына ендік. Сондай-ақ біздің командамыз Австрияға жасыл технологиялар күніне ұшып барып, жобамызды қорғады. Халықаралық жасыл технологиялар орталығымен жұмыс істегенімізге өте қуаныштымыз. Біздің стартап Forest Hero орман шаруашылығына арналған жаңа жобалар жасауға негізделген. Біз GCIP және халықаралық жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалар орталығының қолдауымен акселерациядан өтіп, ұлттық іріктеудің финалисі атандық. Қазақстандағы іріктеуден кейін біз биыл Венада өткен финалистердің дүниежүзілік байқауына бардық. Бұл халықаралық жасыл технологиялар орталығының акселерациялық бағдарламалары расымен стартаптарға нарыққа шығуға, қаржы алуға және нәтижелерге қол жеткізуге көмектесетінінің дәлелі. Әр жасыл технологияның артында идеялар, адамдар және бірлескен жұмыс тұрады. Халықаралық орталық экологиялық жобалардың Қазақстанның болашағына айналуына дәл осылай көмектеседі.